сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Каналыма тіркеліп соңына дейін тыңдап, қолдап отырыңыздар. Алдағы уақытта өте әсерлі әңгімелер дыбыстайтын боламын. Бүгін қуанышты күн, себебі ұлы жүздер еліне келін түсі келе жатыр. Барлығы у-шу. Үй деген азан-қазан. Үйде тума-туыс жиі-жатын бәрі бар. Айналадағы көршілер де қуанышқа ортақтасуға келіп қалды. Иә, бұл үйге қазір келін болып мен келемін. Сүйіп қосылмадық. Бірақ болашақ күйеуім екеуміз бір-бірімізді бір көргеннен ұнаттық. Солай келісіммен келе жатырмын. Екеуміздің үйіміз жақын. Көрші ауылда мен тұрамын. Бірақ жұмыс бабымен қалада жүрген едім. Жақын жерге тұрмысқа шыққаным дұрыс болды. Ертең үйге жиі-жиі барып тұрамын. Сән-салтанаты келісіп, ауылға қатарынан 5-6 көлік жүйткіп келеді. Әдеттегідей сигналдатып ауылды басына көтерді. Келін келді, орамал, шашу қайда деген абысындар топырлап жүр. Көліктен түсе сала басыма ақ орамал тақты. Отқа май тамызып салт-дәстүрлер табалдырық аттадым. Сен үшін бәрі таңсық, алайда үйдегі адамдардың жүздері жылы екен. Жақсы жерге келген секілдімін. Беташар да өтті. Түнгі салт та өтті. Енді үйдің тірлігіне ақырындап үйренісу керек. Абысыным, қайын ағам және қайын атам бар. Енемнің қайтыс болғанына біраз болыпты. Сонымен абысын маған барлығын үйретіп жүр. Мынаны былай жасайсың деп барлығын өзі жасап кетті. Біраз күндер өтті, артымнан киімім келіп, дүнием де келіп үлгерді. Шыны керек, үйдің еркесі болдым. Тұрсам да, жатсам да өз еркімде. Мен жоқта да бәрін үлгеретін абысыным үйреніп қалған тірлігінде көбіне мені араластырғанды ұнатпады. Күйеуім маған үнемі шүйліге берді. Ананы істе, мынаны істе деп кейде шаршап отырып жылап алатынмын. Себебі күйеуім үнемі абысынға жақтасады. Көмектес, сен кішісің, сен жұмыс жаса деп. Ал мен болсам тірлікке онша жоқпын. Тағамды да дұрыс пісіре алмаймын. Ауылда тұрсам да қолымнан көп нәрсе келмейді. Қайын ағам мен абысын үйде бар тірліктерді өздері атқарады. Бала шағаға да, үйге де қалай үлгеретініне таным бар. Бірақ жас емес қой, абысын менен 10 жас үлкен. Мен 97 жылғымын, ал ол 87. Қайын ағам болса 80-ші жылғы. Атамның да жасы келген, алайда әлі жап-жас сияқты. Үнемі қозғалыста жүреді. Әзілдесіп ойнап отырады. Күндердің күні кешкі ас ішіп отырдық. Атам маған таңертең ерте тұрып үйрен, сиыр сауу керек. Абысын туысқанымыздың үйіне көмектесуге кетеді. 2 күнге. Сол 2 күн ішінде үйдің барлық тірлігін сен атқарасың деді. Төбемне жай түскендей болды. Себебі үйде тірлік деген қырғын. Мал бар, тауықтар бар, қойлар бар. Үйдің ішкі тірлігі бар. Жоқ дедім ішімнен. Содан менің жаным тыныш таппай абысынға көмектесуге мен барайыншы деп қиыласырандым. Қайын атам, сенің жолың емес. Жаңа түскен келін үйде отыру керек. Жөн жоралғыдан хабарын жоқ, оның үстіне ешкімді танымайсың деді. Негізі атамдікі дұрыс, одан да тынышы отыра берсін. Отыр. Жоқ, мен мүлдем отырмаймын деп тұрмын ғой. Таң атты, ұйқымнан сүйретіле әрең тұрдым. Онда да күйеуім жылқы боятқан. Таңғы ас ішіліп, үйдегі еркектердің барлық жұмысқа кетті. Абысын да балаларын алып қалаға туысымыздың үйіне кете барды. Үйде жалғыз өзім. Қап абысының айтқанын тыңдағанымда, жата бермей жанында жүріп, барлығын үйреніп алғанымда ғой. Енді не істеймін? Сыртқа шықтым. Күйеуіме хабарласып едім, қолы бос болмады ма, телефонын көтермеді. Одан алмалсыз абысынға хабарласып не істеймін деп жалымсырап тұрмын. Бірақ қанша қолы бос болмаса да абысын маған қойған мынанша су құй, тауықтарға мынанша жем шаш, үйді пылесоста, пол жуып шаң сүрт. Шаң сүйрететін ана жақта, суды есіктің алдына емес ары төк. Пол жуғанда судың ауыстыр, деп барынша түсіндіріп айтты. Барлығын дұрыс жасап шыққандаймын. Түскі асқа әйтеуір интернеттен көріп бір тағам әзірледім. Оның тұзы аз болып, түскі асқа келген атам мен қайын ағам жей алмай кетті. Күйеуім жұмыстан кешке бірақ келетін. Ал атам мен қайын ағам жақын жерде болғандықтан үйден түстенеді. Атам малдарын жайғастырып үйде жинаулы тұрғанын көріп риза болып қалды. Олар жұмысқа қайта кеткен соң ұйықтап қалыппын. Әйтеуір осылай 2 күнде өте шықты. Бірақ ашуым келіп кетті, себебі жаңа түскен келінді бұлай жұмсауға ешкімнің хақысы жоқ қой. Бара-бара ашуым ішіме сыймай барады. Абысының жақсы жасап жүрген тірлігін маған істе деп үйдің еркектері айта береді.
Мен неге жасауым керек деп қатты уайымдап тіпті түн ұйқым да қашты. Біраз уақыт өтті. Қатты бала күтіп жүргенде қуығым шаншып ауыра бастады. Мұны естіп күйеуім дереу ауруханаға апарды. Сөйтсек армандағанымыздай балалы болған екенбіз. Иә, ішімде кішкентай бөбек жатыр. Оған қатты қуандық. Үйге барып абысынға да айтып сүйінші сұрадық. Бізден бақытты адам жоқ болды. Бақытты болғаным сонша. Одан әрі еркелей түстім. Түскі уақытта бірақ тұратын болдым. Одан түскі ас ішіп алып қайта ұйықтаймын. Бұл өмір маған берілген өте үлкен жеңіс болды. Шаттана да қуана өмір сүрудемін. Бір күні ұйқымнан оянып кеттім. Қолдағы жаңғырған дауыс шошытып жерді. Сөйтсем, атам абысынға ұрсып жатыр екен. Бар, ана келінді оят, неге ерте тұрды деп айтпайсың? Айтпасан жата береді ғой. Жалғасы бар. Каналымды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Описание бөлімінде жалғасын тыңдай аласыздар.